Сәлем достар, менің есімім Жанар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге стипендиум Хунгарикум бағдарламасы жөнінде толық ақпарат бергім келіп отыр. Жалпы стипендиум Хунгарикум бағдарламасы жөнінде өткен видеоларда да айтылған болатын. Жақында дәл осы бағдарламаға құжаттар қабылдау уақыты басталады. Жылда 200-ден астам студент, 250-ге жуық студент Мажарстан еліне келіп, тегін білім алу мүмкіндігі бар. Ендеше дәл осы мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар деймін. Толығырақ осы видеодан тамашалай аласыздар. Болашақтың сайтына кіріп, гранттар деген таңдаймыз. Венгрия деген таңдаймыз. Түрлі мемлекеттер тұр, ішінде Венгрияны таңдайсыз. Мажарстан мемлекеті бұның ішінде ақпарат берілген. Және мемлекет қанша грант беріледі, конкурсқа қатысудың шарттары дейді мінекей. Қандай шарттар бар, магистратура, бұның барлығы қажетті құжаттар мінекей тұр. Және конкурсқа іріктеудің шарттары, барлық дүниелер осы сайтта жазылған. Осыған кіріп көрсеңіздер болады, бірақ қазір толықтырып мен сіздерге айтып өтетін боламын. Мінекей іріктеу неше кезеңнен тұрады, критерийлері және ең соңындағы қол қоюға дейін, яғни тізімдерді жариялауға дейін барлығы осы сайтта тұр. Келесі сіз құжат тапсыратын сайт, ол стипендиум Хунгарикум деген, мына жерде apply дегенді басасыз. Осыған өзіңіздің толтырылған анкетіңізді тапсырасыз. Ешқандай қобалжудың қажеті жоқ. Бұл сайттарды мен тек интернеттен кіріп көрсін деп көрсетіп жатырмын сіздерге. Ал енді кәдімгі қазақы тілде қандай құжаттардың қажет екендігін сіздерге айтатын боламын, бірақ осы ресми сайттарды да қарап отырғандарыңыз жөн. Сонымен ең бірінші қажеттігі ол паспорт. Анкетаны сайттан жүктеп алсаңыз болады. Ал екінші құжаттар тізімінде ол IELTS сертификаты, әрине. Мажар тілінде оқитындарға бұл сертификаттың қажеті жоқ. Және төртінші құжат бағалар транскрипті, яғни сіздің аттестатыңызда, дипломыңызда көрсетілген қосымша. Және бесінші құжат ол мотивациялық хат. Мотивациялық хаттың жазу түрлері болады, интернеттен іздеп көрсеңіздер болады, немесе менде қосымша ақпарат берем осы мотивациялық хат туралы. Және медициналық анықтама, шетелге шығушыларға арналған бөлек анықтама түрі болады. Үшіншісі зерттеу жоспары, бұл тек қана PhD-ге тапсырушы үміткерлер үшін. Және сегізінші портфолио, ол арт, дизайн, тағы басқа шығармашылық мамандықтарға арналған портфолио болып есептеледі. Бұл көп мамандықтарға бұның қажеттілігі жоқ. Сонымен достар, осы бағдарламаға құжаттарыңызды тапсырсаңыздар болады. 15 қарашада шамамен басталса, қаңтардың 15-іне дейін құжат тапсыру рәсімі жалғасады. Уақыттарыңыз бар, қателеспесем 2 ай немесе одан да көп. Және Мажарстан мен Қазақстан арасында бүгінде жақсы байланыстар ашылып жатыр. Жақында ғана осы елдің шенеуніктері біздің мемлекетке барды. Еуразия ұлттық университетінде мажар тілі орталығымен курсы ашылған. Енді болашақта бұның барлығы өздеріңіздің мамандығыңыз бойынша екі ел арасында жақсы жұмыс атқаруға, кәсіби жетілуіңізге, өз орныңызды табуыңызға өз ықпалын тигізеді деп сенемін. Сізге тек сәттілік тілеймін.